while циклы кезінде біз жаңа for циклмен салыстыру кезін көрсеткендегідей бір қадаммен жүру, екі қадаммен жүру деген сияқты нәрселерді көрсету міндетті нәрсе емес. Ол есептің берілген шартына байланысты біз өзіміз дұрыс шарттарды, дұрыс алгоритмді жазуымыз керек. Мен қазір x-тің 1-ге 2-ге артып отырады деген сияқты емес, басқаша бір конструкцияны көрсетейін. Мысалға бізде бір n деген енгізілетін сан болсын. n тең input. Енді айтамыз, егер біздің осы n деген санымыз 0-ден үлкен болатын болса, онда біз не істейміз? Бізде бір бос айнымалы болсын, l деген ол 0-ге тең. Егер n-іміз біздің 0-ден үлкен болатын болса, біз өзіміздің санымыз n-ді бөліп жібереміз 10-ға. То есть n саны 10 есе кемей түседі. Ал l деген біздің санымыз счетчиктің рөлін атқарып отыр, ол 1-ге арта түседі. Және соңында print l деп санды шығарайық. Запустить басатын болсақ, мысалға мен мына жерде 12 десем, 2 деген жауап шықты. Запустить басып 489-ды жазсам, 3 деп шығады. Келесі бір басқа бір сан жазайын, мысалға өте үлкен осындай 6.549.564 деген сан жазсам, 7 деген жауап шығады. Бұл жерде біздің кодымыз не нәрсені орындап жатыр, жалпы кодтың мағынасын неде деген сұрақ туындайтын болса, кодты оқуға тырысайық. Бірінші, n біздің енгізген санымызды алады. Мына жағдайда өте үлкен сан жаздық, 6.500.000 деген. Одан кейін l бізде 0, счетчиктің рөлін орындайды дедік. Ол 0-ден бастап тұр, және 1-ге арта түседі әр айналым сайын. Енді бізде while циклы n 0-ден үлкен болса деп тұр. n бізде 6.500.000 деген үлкен санымыз 0-ден үлкен, дұрыс. Ондай болатын болса, n-нің мәнін 10 есе кемде түсеміз. Яғни біздің мына санымызды 10 есе кемітеміз да, сонда оның мәні 6.549.564 емес, 654.956 болып қалады. 10-ға бөлген кезде, любой санды 10-ға бөлсек, соңғы сан түсіп қалады емес па? Мен 2 бөлу амалын қойдым, мына жерде байқасаңыздар. Соңғы сан түсіп қалады да, мен мына жерде қазір бояп қойған алғашқы 6 саны ғана n-нің ішінде сақталады. Соңғы сан түсіп қалды. Және l-дің мәні 1-ге арта түсті. l енді 1. Енді n үлкен 0-ден деген while-дың жанындағы шартты қайттан тексерсек, мына сан үшін while дұрыс. Және сондықтан инструкцияның ішінде n санын тағы 10 есе кемітеміз дейді. Енді оның соңғы саны болып тұрған 6 түсіп қалады да, 65.495 деген сан ғана қалады. Мына бояулы тұрған бөлігі ғана қалады да n-нің ішінде. l тағы 1-ге артады, l 2 болады. Солай қайталанады да, келесі кругта 5 түсіп қалады, одан кейін мынау сан түсіп қалады. Артындағы сандар біртіндеп түсіп қалып жатыр да, міне қазір 65 қалады. 65 қалғаннан кейін 6 қалады. 6 0-ден үлкен. Енді 6-ны 10-ға бөліп жіберетін болсақ, соңғы санның өзі 6 ғой, ол түсіп қалады да, бізде 0 қалады. 6-ны 10-ға бөлетін болсақ, 0,6, бірақ мына 2 бөлу амалы бізге бүтін бөлігін ғана қарастырғызады. Демек бізде n 0 болды. l плюс 1 болады, және n 0 болғаннан кейін 0 үлкен 0 деген while-дың жанындағы шарт бұзылды. 0 үлкен 0 деген қате. Сондықтан бізде цикл while жалпы бұзылады. Сөйтеді да l деп мәнін шығарады. l-дің мәні 7-ге тең болды. Енді 7 қайдан шықты десеңіздер, қараңыздар. Мынау бізде тұрған санымыз 6.549.564 деген сан 7 таңбалы сан. Яғни біз бұл n деген санымызды 10-ға неше рет бөле аламыз? Әр бөлген сайын 1 рет бөлдік, 2 рет бөлдік, 3 рет бөлдік деп санап отырамыз да, 0-ге айналып кеткенше 10-ға бөліп отырамыз. Сонда ол 0-ге айналып кетем дегенше біз оны 7 рет бөлу керекпіз. 7 рет бөлу керек деген сөз, бұл 7 таңбалы деген сөз. Яғни біздің мына код енгізілген санның неше таңбалы екендігін білдіреді. Бірақ негізі Python'да бұндай есепті цикл while'мен емес, оңайырақ шығаратын жол бар. Біз алдыңғы тақырыпта өткен строки, текст мәтіндік форматта жұмыс істеген кезде біз str дейміз да, n дейміз. Яғни біздің n деген санымызды str форматқа айналдырамыз. Және str форматтағы любой мәтіннің ұзындығын өлшеуге арналған len деген функция бар емес пе? Соны қолданатын болсақ,
мен мына жерге қазір жазған 465 мың 456 деген саным 6 таңба алсаң ғой, 6 деп 2 рет шығады. Бірінші 6 мына жерден шыққан, яғни бұл санды мәтінге айналдырамыз да, сол мәтіннің len деген функция арқылы ұзындығын таба саламыз. 6 таңбалы, иә. Немесе while арқылы есептейтін болсақ, тоже 6 таңбалы деп шығарып береді.